Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз ең оңай жасалатын лаваштан рулет дайындаймыз. Ол үшін бізге керек ингредиенттер: колбаса, сыр, сулугуни, помидор, қияр, одан кейін кукуруза банкадағы, зелень, менде укроп және петрушка, одан кейін майонез, 3-4 жұмыртқа және лаваш керек болады. Және тұз қажет. Енді рулетті дайындаймыз. Мен бұл жерде бәрін дайындап қойдым. Тек қана сыр мен сулугуниді теркадан өткіземіз, қалғанын бәрін кубиками тураймыз. Бәрін біріктіріп бір ыдысқа саламыз. Консервадағы кукурузамыздың жартысы ғана жеткілікті болады. Енді үстінен зеленімізді салып аламыз. Сосын майонез, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Каналыма тіркеліп, жақындарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Міне салмасы дайын болды. Енді лавашымызды ашып, салмасын бәрін лавашымызға салып жаямыз. Осылай бәрін жайып шығамыз. Содан кейін рулетімізді жасаймыз. Осылай қолымызбен орап жасап шығамыз. Осылай шықты. Енді 3-4 сантиметрдей қылдырып кесеміз. Енді міне кесіп алған рулетімізді осылай жұмыртқамызға салып, қызып тұрған табаға 1-2 минуттай пісіріп аламыз. Табамызға сұйық май қосып, екі жағы қызарғанша 1-2 минуттай пісіріп аламыз. Негізі таңғы асқа жасаған дұрыс деп ойлаймын, бірақ та қонақ келгенде де дастарханның сәнін келтіретін осындай рулеттерді қойып қоюға болады. Өте дәмді болып шығады. Мінекей біздің рулеттеріміз дайын болды. Сочный, өте жұмсақ болып шығады. Мінекей қазір көреміз. Міне іші сондай жұмсақ әрі дәмді және өте тойымды тамақ. Таңғы асқа жасап көріп, отбасыларыңызды қуансаңыздар болады. Ас болсын.